Енді жеңіне оюды түсіретін боламыз. Ол үшін мен бірінші сызылған ою бар ғой. Осыны пайдаландым. Осыны жаңағы суреттегі қарап отырып, осылай түскен жерін осы жерден келтіріп алдым да, осылай сызып алдым да, қалған жерін жобалап былай ирелеңдеп әртүрлі болып былай сызып ала саламыз жобалап. Енді осының үстінен бастырып аламыз қаттырақ. Мына жақтар сәл жіңішкелеу болған, мына жағын етегіндегі сияқты сызып ала салдым. Енді осыны екінші бетінде тура бірдей қылып түсіру үшін мынау бізде алдыңғы жағын осылай X қылып белгілеп қойдым. Екіншісіне де белгілеп алдым. Енді осыны бірдей қылып үстіне қойып аламыз. Екеуін де бірдей қылып орналастырып аламыз. Екеуін бірдей қылып қойып алдым. Енді үш жерден бұл ұрып шығатын боламыз. Осылай үстінен. Енді ашқан кезде бізде мінекей екіншісіне бірдей қылып көшіріп алуға болады. Неге бізде екі жеңіміз бірдей болып тұр. Осылай екеуі бірдей көшіріп алсаңыздар болады. Вытяжканы тігетін кезде де осылай көшіріп алуға болады. Енді бұны да тура алдыңғы бөлікті қалай тіктік, тура солай жіпімізбен тігіп шығатын боламыз. Бұл жерде енді кәдімгідей алдыңғы ойдың вышивкасын тігіп шықтық қой, тура солай тігіп шығатын боламыз. Бір рет жүргізсеңіздер де, екі рет жүргізсеңіздер де болады. Сызықтың үстімен осылай екі жеңімізді оюын тігіп аламыз.